Armısızlar meni okuşlar. Sizlerде Sarсы орта мектебінің 6-шы сынып оқушылары 1 мамыр бірлік пен ынтымақ күні мерекесімен шын жүректен құттықтайды. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бір шаңырақ астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан ары жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрқашан берік болып, қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін. Тілі бөлек болғанымен тілек бір. Ұлы достық мәпелеген жүрек гүл. Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ, шайқалмастан шаттығымыз тілеп тұр. Қуаныштан желпілдейді түндігім, бар халықтың бірлік тойы күн бүгін. Халқым мәңгі ғұмыр кешсін бақытты, бір дарынмен байлап қойған күндігін. Қазақстанның көпұлтты халықтардың арасындағы бірлік пен ынтымақтастығын нығая берсін. Қазақстанның көпұлтты халықтардың арасындағы татулық пен бірлік ынтымақтастығы, бейбітшілігі еліміздің ең басты байлығы. Оны көзі қарашығындай сақтауға тырысайық. Еліміздегі береке бірлік арта берсін ағайын.